күйеуім 8 марттың алдында ұрыс іздеген кезде. Тамағың тұзы көп қой, неге постоянно осылай істейсің? Тұз азы да бар. Бүгін жұмыстан кеш келген коллегам бар, Раушан деген. Сол автобус тоқтап, ой, онда мен апарып тастайын үйіңе дейін деп машинаға отырғызып апарып тастадым. Машинада музыкасын қосып, духи да сенікіне ұқсайды екен. Үйге кіріп шай ішіңіз деп қояды. Да? Молодец, я сөйтіп апарып тастап тұр. Тем более түнде қыздарға жүруге болмайды. Қайта жақсы қыз екен сен шайға шақырып, е? Осы айтам ғой, мен демалып жатқан кезде баланы шулат. Бір маза жоқ қой. Шаша кеттім осы жұмыстан. Сен рахат ол, үйде отырасың баламен, демалып. Иә, дұрыс айтасың. Оңай емес. Таңертеңнен кешке дейін жұмыстасың, шаршайсың. Сол үшін мен аяғын жылы суға салып отыршы.